Табиғат ананың тамаша сыйы, мәуелі ағаштың жемісін көтере алмай, басы жерге иіліп тұрғанын көргенде, бақ береке осы мәуелі ағаштың басына қонған ба деп қалатыныңыз анық. Көңілі мәрт, қолы жомарт, жаратушының үйіп төгіп берген ырзық несібесін, берекесін шашпай, төкпей, баршамен бөлісетін өмірде де осы мәуелі ағаштай жандар болады. Сондай ардақты да қайталанбас жан ол біздің анамыз Зәуреш Бағберген қызы еді. Зәуреш анамыз 1936 жылы 15 тамызда Шалқар ауданы Тұмалыкөл ауылында дүниеге келген. Балалық шағы 30 жылдардың қиын кезеңінде өткесін бе бәлкім, қиындыққа мұқалмайтын қайсарлығы, бауырға да, балаға да елжіреген жұмсақтығы, жанымызды жадыратып, жанындағы барша жанды рухтандырып, күш беретін еді. 1943 жылы 10 жылдық мектепті аяқтап, Шымкент қаласындағы техникумның тағамтану бөлімінде оқуға түседі. Оқуын жақсы аяқтаған соң Соленойда жұмыс жасайды. Әр қазақ отбасында нан аса қасиетті тағам боп есептелетіні рас. Біздің үйде де ас атасы нанды құрметтеу ерекше еді. Өйткені нанның әр түйірінде маңдай тердің, адал еңбектің табы есіп тұратын. Біздің анамыз ұзақ уақыт наубайханашы боп еңбек етіп, сол жерден зейнеткерлік демалысқа шықты. Найман елінің Байқоңыр әулетіне келін болып, Сәдібек әкемізбен бас қосып, маңдай термен тапқан несібелерін балаларына арнаған, өнегелі тәрбие берген екеуі де өмірдің өзіндей таза, қарапайым, қазақы бітімді жаратылыстары ерекше жандар болатын. Күләш пен Гүлшат Дінмұхамед балаларын тәрбиелеп, немере сүйіп, шөберенің алақанынан су ішті. Шіркін-ай, ақ мамамның балаға деген пейілі ерек еді ғой. Дінмұхамедті Миша деп еркелететін. Миша қайда болса, мама сонда болатын. Әскерге барғанда да қасында болды. Оқуға түскенде де еріп жүрді. Мишадан соң Шоқан сондай құрметке бөленді. Ана көңілі қашанда алаң ғой. Шоқан дүниеге келгенде көптен күткен ер баланы келіні баптай алмайтындай көріп, өз қолына алып өбектеп өсірді. Соленойдың халқы Қайролла інісінің ат-тұстары Шоқанды да Зәуреш апаның баласы деп біледі. Анамыз әр қашан ер баланы төбесіне көтеретін. Сондықтан да бұлар немере жиендерінің көбі ер бала болды. Алғашқы немерелері Ахмет пен Нұрланды бауырына басып, Нұрланды тәлім тәрбиемен нұрландырып, Ахметті ақ батасына бөлеп, шөберелерімен шуақтанды. Зәуреш анамызды Орналы ағамызда мама дейтін. Мама үшін Орналы ағам бір төбе, басқаларымыз бір төбе болдық. Киімнің әдемісі, астың дәмдісі ағамдікі болды. Олай болмаса, ақ мама айқай шығаратын. Ықылас пен бірге өскен қайнысы қамбарды да баласындай мәпелеп, еркелетіп өсірді. Қайнысына да, бауырына да, баласына да мейірімділік сыйлаған ананың құшағы неткен кең еді. Айналайын ақ мамам, балалары ғана емес, бауырларына дейін мама деп ерекше қадірлеген адам. Мама деген сөз кез келген жанға айтыла бермейді. Ол өмірде бір-ақ рет туылатын, баланың жүрегінен орын алатын
тұлғаға ғана айтылатын сөз. Неге мама? Себебі Зәуреш анамыздың бала үшін, бауыр үшін сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Бауырым мен баламның табанына кірген тікен, маңдайыма қадалсын деп, жан тәнімен солардың амандығын, адам болғандығын қалаған ақ маманың аналық махаббатын қалай бір сөйлемге сыйғызуға болады? Ауылда тет Зоя аталуы да адамзатты бауырым деп сүйген жүрегінің кеңдігі шығар. Құрметке бөленген жан болса, біздің анамыздай ақ болсын. Қайролла мен Ықылас інісінің балаларын каникул басталса жанына алып, көзінен таса қылмайтын. Бар жақсына аузына тосып, үй толы баланың бабын табатын. Каникулда осы балалардың таным көкжиегі биік, талғамы ерек болсын деп Москва, Рига, Одесса, Саратовқа қыдыртушы еді. Әрі тәртіп, әрі тәрбие, бауырмалдық пен бірліктің озық үлгісін біздің бойымызға осылай сіңірткен екен ғой Қайран ана. Сол ақ мамамызбен бірге болған үйіміз, ағайынды адамдардан тараған барлық баланың ыстық ұясы секілді. Әр балаға ерекше қамқор жасайтын. Тіпті сол балалар өсіп, ер жетіп кетсе де, әр біреуінің шаңырағына барып, жағдайларын өз көзімен көріп барып қайтатын. Жасы үлкейіп, қарттық меңдесе де, шаңырақта дүниеге келген әр сәбидің анасына қалжасын асып, келін мен балаға аса қамқор болатын. Өмірден мән іздеген адам ғана біздің анамыздай болса керек. Бір баласы кішкене тұмауратып қалса, ботам, не болды? Ауырып қалдың ба? Сені емдеуге келдім деп іздеп келуші еді. Сол айналайыны мен сылап сипайтын еміне ештеңе жетпейді екен. Кең жүректі адамға Тәңір де тектілікті дартады екен ғой. Анамыздың көрген түсі де дөп келетін. Ауырған жеріңді қолымен басып, көзімен емдейтін. Көбіне ешкімге ренжімеуге тырысатын. Ренжітсе, сол адам ауырып қалатын. Кешірім сұрап, сауығатынын қайтерсің. Осындай бар баланың панасы болған ана 2023 жылы 25 маусымда 87 жасында жер ананың қойнына енді. Жүректегі сағыныш сарқылар ма? Шағала боп бұл күнде шар құрама? Туған жердің төсінен тұрақ тапты, ұл мен қызға пана болған батыр ана. Табиғаттың көз жұмып маусымында батырып кеттің бе ана терең мұңға? Ұрпағыңа бақ тілеп жаттың бекен жер ананың қойнына барарыңда? Әнге бөлер бұлақтай сай саланы, самғар үлкен үміттің бай талабы, пәк махаббат, сезім мен өзің еккен шыбықтарың орманға айналады. Орнамасын көңілге күдік қайғы, озық өнер білімді кім ұқпайды? Құлыным деп жүрушен құрақ ұшып, еңбегіңді балалар ұмытпайды. Жоқтатпастан әкенің алақанын, қыран етіп баулыған балапанын, жатқан жері жәннаттың төрі болсын, Зәурештей ардақты данапаның.